Бүгінгі кейіпкеріміз әжетханаға 13 жылдан бері бірде-бір рет бармаған. Осылайша ол тарихқа өз атын мәңгілікке қалдырып отыр. Үлкен дәрет қысып, ұзақ уақыт шыдап жүру денсаулыққа әсте зиян. Ал сіздер 13 жыл бойы дәл осылай әрекет жасаған жігіт жайында естідіңіздер ме? Ендеше баяндайық. Адам баласы аптасына ең құрғанда 3-4 мәрте әжетханаға баруға мұқтаж. Егер сіз асқазандағы тағамдардың қорытылған қалдығын сыртқа шығармасаңыз, ішіңіздің түйіп ауыра бастайтындығын сезесіз. Денеңіз құрысып, жайсыздықты сезінесіз. Қорытылған астар улы келеді, сондықтан оны ұзақ уақыт шығармаудың арты өлімге итермелеуі де бек мүмкін. Британияда жаңа туылған 2 айлық нәресте жүрек талмасынан көз жұмды. Мұндағы басты себеп оның үлкен дәретке отырмағанына 2 апта уақыт болғандығы. Осы кезеңде оның ішектері үлкейіп, кеуде клеткасына қысым түсірген. Бұл өз кезегінде бүкіл ағзаға зиянын тигізді. Осындай жайттар аз емес. 29 жастағы жігіт әжетханаға 13 жылдан бері қадам баспаған. Мұның өзіндік себептері де бар көрінеді. Бұл азамат Гиршпрунг індетіне шалдыққан, яғни ішек жолдары зақымданып, үлкен дәреттің сыртқа шығуы мұңға айналған. Бойы 5,5 фут болатын бұл жігіт іштің шамадан тыс үлкеюінен зардап шекті. Дәл осы себепті ол көпшілікке үрленген шар адам лақабатымен танымал бола бастады және Филадельфияда өмір сүрді. 3 шелек нәжіске толған өте үлкен тоқ ішегінің ұзындығы 25 метрге дейін жетсе, ені 8 футты құрайды. Бұл тоқ ішек қазіргі уақытта Пенсильвания штатына тиесілі Филадельфиядағы Нуттер мұражайына қойылған. Ажал құшар сәтінде оның ішегінен салмағы шамамен 40 фунт болатын нәжіс алынды.